Hoş geldiniz. Kanalındasınız. Siz bugün kuş iyelerinin osal yerlerini bilетін боласыз. Армысыз азаматтар, сіздер бір көлік каналындасыздар. Бүгін спецтехника туралы ақпарат беруге уақыт қолданын. Погрузчиктің белі неге қақсайды? Бұл техникамен айналысатын ер азаматтар, погрузчик иелері, бизнесмендер, олар үшін орысша айтқанда головняк бас қатыру болып есептеледі. Осы видеоның соңына дейін қарап шықсаңыз, сізге арналған сыйлығым бар. Видеоны сақтап алыңыз, лайк басыңыз. Погрузчиктің белі соққан кезде көп адамдар ойлайды, втулкасы подшипник желіне деп. Бірақ олай емес. Погрузчикке нагрузка түскенде беліне түседі. Жүргенде де, жүгіргенде де беліне әсер етеді. Себебі қозғалыс кезінде алдыңғы дөңгелектер қырға шықса, артқы дөңгелек ойда болғанда сезіледі. Оның барысы қимылы осылай өтеді. Сондықтан уақыт өте келе, ортадағы полистің сыртындағы втулка ұрылып, жапырылады да белі соға бастайды. Белі кетсе қаншаға түсесіз? Ақшамен. Белде подшипник бола ма? Осыны білгіңіз келсе, белсенді болыңыз. Комментарий жазып сұрағыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Міне, белдің колечко бар, жаңа жондырып әкелген. Астыңа колечко бар. Үстіде екі колечко салынған. Қазір карантиннен кейін құрал-саймандардың бағасы жоғарылауда. Погрузчиктің белі кетсе, сіз ең аз дегенде 20.000-200.000 теңгеге шығынға ұшырайдыңыз ғана. Бұл видеоны түсіру мағынасы мынада. Түгелдей погрузчикті зерттедім. Қаншама қиналдым, шығынға түстім. Білгенімді жазып, видеосын түсіріп, біреуге болмаса біреуге көмегі тиер дегендей. Мен қиналғанда сіздер қиналмасын дегендей ойдамын. Менің де білерім 19, білмегенім 99. Сіз көрермен. Мүмкін менен де артық білесіз. Оны да жазып отырыңыз комментарийге. Басқа да азаматтарға көмегі болар. Жаман ойда болмаңыз. Енді былай айтқанда кеңес үкімет кезінде техникаға үйретіп, механиктер, техниктер болушы еді. Қазіргі заманда Қытай техникасы келді. Біз өз бетімізден сатып алып, өз қолымызбен істеп, өз қолымызбен үйренудеміз. Соны өз қолымызбен қалай істеуге болатын туралы мәлімет беремін. Сонымен белдің қалай соғуын анықтадық деп ойлаймын. Енді қандай ем-дом қолдана аламыз? Профессор айтқандай, диагноз дұрыс болса, 90% емделеді деген сөз. Ол үшін алдыңғы бел мен артқы белдің кигізілген жерінде арақашықтық пайда болады. Соны өлшеп, соған сәйкес шайба жондыру қажет. Шайбаны тым үлкен етуге де болмайды. Жаңағы өлшемдерді алғаннан соң токарьды іздеп табасыз. Жақсы білікті токарь, темір жонатын білікті маман болса, өте жақсы. Керек өлшемде кесіп береді. Егер өлшеген шайбаңыз дұрыс болса, бұрын болған проблеманы ұмытасыз. Техниканы жаңа сияқты шауып кетеді. Ал көрермен, келесі видеоны өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп ал, сілтемесін басып. Менің берген ақпарат ұнаса, лайк басып отырыңыз, комментарий жазыңыз. Жоғарыда айтылғандай сіздерге сыйлық ретінде ақпарат. Егер де погрузчик жүріп келе жатып, я болмаса жүгіріп келе жатқанда шорқақтап, аяғы ақсақ, ат секілді сезінсеңіз, дөңгелектеріңізді тексеріп, дөңгелек ішіндегі ауасы бірдей болса да шорқақтай берсе, онда сізге срочно дөңгелек айырбастау қажет. Я болмаса дөңгелекпен қоса камерадан да айырыласыз. Себебі покрышканың ішіндегі жіптегірі сөгілгенін білдіреді. Өзіңіз білесіз, бір сөгілген жіп төбе жыртылады. Дөңгелек жыртылған техника далада қалады. Далада қалсаң біреуге күнің түседі. Біреуге жалынасыз дегендей. Ешкім күніңіз түспесін, алға қарай өрлей беріңіз.
және де мені де ұмытпай, әлі лайк баспасаңыз соны басып, қандай техника, көлік туралы мағлұмат керек, комментарийге көрсете кетіңіз. Ар қазақ заман ақыры жер тақыр болғанша байда қуатты болсын ағайын.